Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың «Ұлы даланың 7 қыры» мақаласы аясында аудандық кітапхана «Ұлы дала тұлғаларының кітаптары» атты библиофреш виртуалды шолу ұйымдастырды. Көрменің мақсаты ұлы даланың тұлғалары мен оқырмандарды қайта қауыштырып, қоғамдық санада сол ұлы мұрамызды, ұлттық құндылықтарымызды жаңғырту. Көрмеде қазақтың ұлы ақыны, сазгер, философ, қазақ жазба әдебиетінің негізін қалаушы және оның алғашқы классигі Абай Құнанбаевтың «Өлең сөздің патшасы» шығармаларының бір томдық жинағы көпшілік назарына ұсынылуда. Біз Абайды қазіргі қараңғы жұмбақ емес, қазақ әдебиетінің шам шырағы ретінде қабылдаймыз. Ұлы Абайдың ақындық мектебінің көрнекті өкілі Шәкәрімнің қазақ әдебиетінде және рухани дүние танымында алар орны ерекше. Шәкәрім бабамыз өзінің өлмес өнері мен дәуірдің шындығын жырлап, өміршең ойлармен сол дәуірді саралап берді. Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы заманынан озып туған дара тұлға, көрнекті ақын, шежіреші, қазақтың халық ауыз әдебиеті үлгілерін жалықпай, олардың бәрін ұрпақтан ұрпаққа шашпай төкпей жеткізуші, ағарту саласының белді өкілі, соңына қазыналы мол мұра қалдырған. Талантты ақын Сұлтан Махмұт Торайғыровтың шығармасы бүгінгі таңда оқырмандарға кеңінен таралған. Ол өз өмірін өз өлеңімен жасаған бір туар талант иесі. Өмірден көрген азабына қарамастан, жас таланттың ізденісте болғаны шығармаларында сайрап тұр. Жамбыл Жабаев туған халқының күйегі мен көлеңкесін тарихи талғам таразына салып, шабыттың шырқау биігіне көтерген ақын, халық тағдырының күллі арналары мен тамырларын сәтті ұштастыра білгендіктен халықтан шыққан дана ақын деген атаққа ие болған. Жамбыл осы жаңа 21 ғасырда да өз халқымен бірге жасай беретіні анық. Өзінің ұшқыр да өнімді қаламын әдебиеттің бар жанрында жұмсап, талай олжаға батырған Ілияс Жансүгіров ең алдымен қазақ поэзиясындағы ұлы тұлғалардың бірі, жыр құлагері. Қазақ әдебиетінің тарихында елеулі із қалдырған қайталанбас шығармашылық дарын иелерінің бірі, көрнекті халық ақыны, атақты жыршы әрі жырау Нұрпейіс Байғанин. 20 ғасыр басында алмасқан қоғамдық құрылыстар мен жіктелген екі дәуірдің шекарасында өмір сүріп, сол бір аласапыран заманның шындығын әдебиет тілінде үлкен суреткерлікпен бейнеленген қаламгердің бірі Жүсіпбек Аймауытов. Қазақ әдебиетінің көгіндегі 20 ғасырдың басында жарқырай жанған жарық жұлдыздардың бірі текті ақын Мағжан Жұмабаев. Қазақ әдебиетінің негізін салушы мемлекет қайраткері Сәкен Сейфуллин. Қазақтың көрнекті жазушысы, қазақ әдебиетін қалыптастырушылардың бірі Бейімбет Майлин.